Сәлем, бүгін сіздермен тек қана айран ғана болса болды. Осындай дәмді әрі оңай панкейктер жасауға болатын рецептпен бөлісетін болам, достар. Видеоны міндетті түрде аяғына дейін көріңіздер. Ең бастысы бізге керек 2 жұмыртқамызға қантымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Қантымыз еру керек. Кейіннен 1 стақан айранымызды құямыз. Ашыған болса мүлдем жақсы болады. Араластырып алған соң 2 қасықтай сұйық май қосамыз. Және де тұз, содамызды қосып, ұнымызға осылай араластырып алып, біртіндеп салатын боламыз. Достар, сіздерге менің видеоларым ұнап жатса, маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар және қазақша контенттің дамуына атсалысыңыздар. Жақсылап араластырып алып, табамызды қыздырып аламыз да, отта осылай пісіріп шығамыз. Мен ішіне шоколад салдым. Достар, өте оңай әрі дәмді болып шығады. Балапандарыңыз сүйіп жейтін болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал бізге ас болсын.